Сонда жастарға айтар едім. Жақсы қария болғың келсе, жақсы қартайғың келсе, қазірден дұрыс сөйлеп үйрен. 50-ге шейін қылжақпас мылжың болып, 50-ден кейін ғалым болып кетем деп ойлама. Мына үлкен кісілер сол жаңағы битет. Енді шынында да, расында да айтпасаң тағы болмайды. Қазіргі жастар үлкендерді құрметтемейді дейді. Бірақ жаңағы кісілермен сөйлесіп, ата дейін ба, көке дейін ба десем, біз енді 80-де дегенмен жігітпіз ғой дейді да. Мен айтып жатырмын, жігітсің ба? Онда жігітсе шыда. Мен де жігітпін, сен де жігітсің. Анау көшеде жүрген жастар, олар да жігіт. Енді олар сенімен жігітше ойнайды. Сенің жайлап бүйрегіңнен былай түртуі мүмкін ол сені. Не болса иығыңнан түртіп қалуы мүмкін. Өйткені сен жігіт болғаннан кейін, ол сенімен жігітше ойнайды енді, шыда сен. Жоқ. Жігіт болғысы келеді. Бірақ омен жігіт құсатып ойнайын десең, осы кезде өзіне кім екені есіне түсіп кетеді, үлкендерді құрметтемей. Онда сен үлкен құсап жүрсей, не қыласың сен жігіт сияқты бол. Сен қариясың. Сен 4 рет сальто тастасаң да жігіт бола алмайсың енді. Болды. Сенің дәуірің өтіп кеткен жігіттіктен. Сен қариясың. Сен ақыл айтатын қария болдың ба? Енді қария болсай, жастар сені былай шұқыламай, құрметтесін енді қария ұқсап.